Ақтаудан жаңа хабарласып, Ақтаудың жігіттерімен. ДБД-ні басып алған. Бүкіл ДБД-ның ішінде қара халық отыр. Жаңа Тоқаев телевидениеге шыққан. Ағайындар қойыңшейш, ертең жұмыс күн қо деп, ертең барам қо деп, жоқ деген. Бүгін бір сағат, 2 сағат уақыт береміз қазір. Ержан Елшібаев қасымызға келсін. Берік Тұманшаев пен қасына Асланбек екеуі келсін, оны да шақырған. 2 сағат уақыт береміз деген. Сүйіншіғалар осы ағайындар. Амондар түгіл қашып кеткен болды. Халық 25 миллионнан асып кетті дейді. Жартысы ДБД-да, жартысы әкімшіліктің алдында. Егер келмесе акиматты басып аламыз Тоқаев деп тікелей эфирмен шыққан жаңа. Ағайындар бірлікте болайық тек.